Батыл арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз елдер мен олардың тулары туралы білімдеріңізді тексереміз. Видео басталмай тұрып лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Дайын болсаңыздар кеттік. Қай елдің туы жасыл фонда ақ жарты ай мен жұлдыздан тұрады? Пәкістан әрине. Қай елдің туында күн белгіленген? Әрине Жапония. Қай елдің туы қызыл, ақ, көк үш жолақтан тұрады? Франция елі. Қай елдің туында айдаһар бейнеленген? Бутан. Қай елдің туы тек қызыл және ақ түстерден тұрады? Польша. Қай елдің туында жапырақ бейнеленген? Канада. Қай елдің туы көк фонда ақ жұлдыздардан тұрады? Австралия. Қай елдің туы қызыл фонда сары жұлдыздардан тұрады? Әрине Қытай. Қай елдің туы жасыл, ақ және қызыл тік жолақтардан тұрады? Италия. Қай елдің туында крест бейнеленген? Швейцария. Қай елдің туында күн мен қыран бейнеленген? Әрине бұл біздің Қазақстан. Қай елдің туы қара, қызыл және сары түстерден тұрады? Германия. Қай елдің туында ай мен жұлдыз қызыл фонда орналасқан? Әрине Түркия. Қай елдің туы көк және сары түстерден тұрады?
Украина елі. Қай елдің туында айқасқан крест бар? Ұлыбритания. Қай елдің туы жасыл фонда сары ромб пен көк шеңберден тұрады? Бразилия. Қай елдің туы қызыл және ақ көлденең жолақтардан тұрады? Австрия. Қай елдің туында ай мен жұлдыз жасыл фонда орналасқан? Пәкістан. Қай елдің туында екі түрлі көк түс қолданылады? Грекия. Қай елдің туында елтаңба бар? Испания. Қай елдің туы шаршы пішінді? Швейцария мен Ватикан. Қай елдің туы ерекше пішінді? Непал. Қай елдің туында қызыл жұлдыз бар, бірақ Қытай емес? Вьетнам. Қай елдің туы жасыл, ақ, қызыл көлденең жолақтардан тұрады? Венгрия. Қай елдің туында қару бейнеленген? Мозамбик. Қай елдің туында ай мен жұлдыз бар, бірақ ол Түркия емес? Осы елдердің барлығы